على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram жамағат, бүгінгі күннің уағызы бұл тақырып өте маңызды, өте мұсылмандар әлемінде, мұсылмандардың арасында өте бір маңызды болған бір тақырып. Бұл тақырыпты біз адал мен арамды ажыратайық ағайын деп тақырып бердік. Себебі мұсылмандардың, жалпы адамдардың не нәрсенің адал болғанын, не нәрсенің арам болғанын әрбір мұсылман білу парыз, білу қажет. Арам және адал шариғатта бекітілген. Адал деген сөз Аллах Тағала Құран кәрімде оны істемеңдер. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде істемеңдер, осыдан қашыңдар деген нәрселердің бәрі арам болады, яғни қазақшасы болса харам болады. Ал адал деген сөз Аллах Тағала Құран кәрімде бұған жол берген, бұны істеңдер деген, сенге сауап болады деген. Болмаса пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде бұны жасаңдар, жасаған кезде бұл сауап болады деп, бұларды бәрі адал дейміз, яғни халал дейміз. Халал дегенде тамаққа қатысты емес, бұл арамдық және харамдық, арамдық және адалдық тамаққа да қатысты болады, киімге де қатысты болады, жалпы бүкіл нәрсеге мұсылмандарға қатысты болады. Аллах Тағала Құран кәрімде Майда сүресінің 87 аятында бұлай бізге бұйырмақта: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Я айюхаллазина аману ла тухарриму таййибати ма ахаллаллаху лакум ва ла та'таду инналлаха ла юхиббул му'тадин. Садақаллахул азим. Бұл аяттағы Аллах Тағала Я айюхаллазина аману дейді. Ей иман еткен мұсылмандар, Алланың сізге адал деп білдірген жақсы және таза заттарын арам қылмаңыздар дейді. Яғни бізге Аллах Тағала не нәрсені адал қылды. Сол заттарды біздер, мұсылмандар, арам қылмаңдар дейді. Аллахқа ұшқары кеткендерге Аллах Тағала олды ұнатпайды дейді. Яғни Аллах Тағала бізге не нәрсені адал қылды, соны біз адал білуіміз керек. Біз не нәрсені бізге Аллах Тағала арам қылды, соны біз арам деп білуіміз керек. Біз себебі бір нәрсені мысалы айтсақ, арақты ол бізге арам қылынды, домыздың еті бізге мысалы арам қылды. Сол арақты, сол домыздың етін біз адал десек, бұл қателік болады, бұл күпірлік болады, бұл Аллах Тағаланың бұл аяттағы құсаған болады. Яғни бізге Аллах нәрсені адал арам қылды, біз оны адал қылмауымыз керек. Аллах та бізге бір нәрсені адал қылды, біз оны арам қылмауымыз керек. Біз және де Аллах Тағала Нахл сүресінің 116 аятында وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ كِذْبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Тіліңізден өтірік бейнелеумен мынау адал, мынау арам болмақ демеңдер. Өйткені Аллах Тағалаға қарсы келген болып саналасыңдар. Аллах Тағала қарсы өтірік сөйлегендерді құптамайды, және оларды жек көреді деп айтқан екен. Яғни бұл нәрсе ешқандай бір дәлелсіз, бір себепсіз, бұл арам, бұны істеген болмайды деп айтпаңдар дейді. Және болмаса бұл нәрсе халал, бұл нәрсені жеуге болмайды деп жаңадағы өтірік сөзбен бір нәрсені адал, бір нәрсені арам деп
өтірік сөзбен айтуға болмайды. Мәселен, жаңағы өткен сияқты арақ болсын, жаңағы өткен сияқты домыздың еті болсын. Бір кезде бір адам болады. Сол бір адам, бір бала шәкірт жаңадағы ораза уақытынан болса керек, бір әдетте біздің мешіттерімізде, медреселерімізде шәкірттеріміз Рамазан айында осындай халыққа, адамдарға қызмет ретінде, Құран оқу ретінде, уағыз ретінде біз ауылшарға бізді шақырады. Сол бір шәкірт барған кезде, уағызды айтқан кезде, уағыздың тақырыбы жаңа сияқты арам жайында болған сияқты. Сол кезде бір адам сұрақ қояды екен, сол жерде кісі, осы сен айтасың дейді, арам, мысалы арақ арам дейсің дейді. Бірақ та арақтың істеген, жасаған нәрсе ол бидай ғой дейді. Қалайша ол арам болады, ол бидай біз жейміз ғой дейді. Онда нан істейміз, ол қалай арам болмақ деп жаңадағы сұрақ қояды екен. Сонда жаңадағы шәкірт, медресенің шәкірті былай жауап береді. Мысалы ретінде сіздер тамақ жейсіңдер. Тамақ жеген уақытта ол тамақты біз ауызға саламыз, кейін ол іш құрылысқа барады, қорытылады, кейін ол шығады дейді. Сол сияқты да бидайды солай заводтарда жаңағы құрғатпай шірітеді. Одан кейін бір қоспалар қосып, шірітіп, езіп, жаңағы прессасына салып, кейін оның шыққан жаңадағы шырыны дейміз, соғы дейміз ба, ол арам болып шығады екен. Жаңадағы оны ішуге келмейді. Болмаса сол жаңадағы бидайдың шіріткен уақытта, ол жерге жаман жаңадағы лас нәрселер түсуі мүмкін. Енді мысалы ретінде тышқандар, кірістер дейміз ғой, әр жаттар. Сол жерде солар бірге езіліп, батылып не істеген кезде, оны содан істеген кезде, содан шығатын суы, сол спирт дейсіңіз, соны арақ дейсіз. Ең сонда жасаған кезде бұл бидайдан істеген арақ дейді. Бірақ та арақ бидай болған кезде ол бірінші бидайды шірітіп, сығып, уақытын тоздырып, жаңадағы сондай қоспалар қосып, кейін бұл шығарады. Сол сияқты да бұл оны сіз ішесіз бе деген кезде үндемей қалған адам болған екен. Сол сияқты да біз бір нәрсені арамды халал деп айтуге мұсылмандарға, адамдарға бұл болмайды екен. Себебі Аллах Тағала осындай жаңадағы өтірік түрінде бір нәрсені арам болған нәрсені адал деуі Аллах Тағаланың азабына, Аллах Тағаланың ашуына әкеледі. Себебі Аллах Тағаланың рахмат сипаты бар, оны бәрін білеміз. Және Аллах Тағаланың азап деген сипаты бар. Сол Аллах Тағаланың жаңадағы азап сипаты да, ашу сипаты да бар екен. Сол сияқты бұл сипатты біз бәрі ұмытпайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір хадисін бар дегені. Бұл хадисте Жабир ибн Абдуллах риуаятының хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге жылқының етін жеуге рұқсат етті, есектің етін жеуге бізге тыйым салды дейді. Баршаңыз мүмкін білесіңдер, шығасыңдар, мұсылмандардың араларында кейбір елдерде мысалы жылқының етін жемейді. Кейбір оны арам дейді, кейбір оны макрух дейді, кейбіреулерде вообще жемейді, білмейді не үшін жемейді. Ол жылқының еті ешқандай бір жерде шариғат бойынша харам емес. Себебі бұл пайғамбарымыздың хадисінде келген хадисте жылқының етін бізге жеуге рұқсат етті деген екен. Рұқсат етті. Яғни шариғат бойынша, дін бойынша жылқының етін жеуге болады. Ал бұлай болуы мүмкін. Кейбір елдерде кейін кезінде ат еті, жылқының еті, жылқы өзі бір көлік ретінде, тасымалдау ретінде қолданғаннан кейін адамдар соған жаңадағы құрмет ретінде, құрметті деп жаңадағы сол етті жемеген себеп болмаса, басқа бір именно арамдық, харамдық тыйым салу деген шариғатта қатал бір ескерту болған жоқ сол жайында. Ал енді оның сүтін, оның жаңадағы жылқының қымызын дейміз, сол сияқты оларды жаңадағы мұттафақун алейх ретінде жаңағы бүкіл ғалымдардың келісімі бойынша ішуге болады. Есектің етін жеуге
тыйым салынған екен. Яғни бұл жерде есектің еті, мұсылманда есектің еті негізінде желінбейді, тек қана жылқының еті жеуге болады. Бұл хадисті Ибн Мәжә, Забаих, Насаи, Ат-Тирмизи және осы хадисті хасан деп бағалаған екен. Құрметті мұсылмандар, Аллах Тағала Құран кәрімде «Инна тажтанибул кабаира ма танхауна анкумул нукаффир анкум сайyiатикум ва нудхилукум мудхалан карима». Яғни бүкіл адамдар, бүкіл мұсылмандар жаңағыда осы арамдан қашу үшін, адалға бару, адал тамақтан жеу үшін солардың сауаптарын, солардың қарсысында Алланың беретін бір нығметтердің біреуі. Осы жайында Аллах Тағала Құран кәрімде былай деген екен: егер сендер тыйылым салынған нәрселерден сақтансаңдар, сендердің жамандықтарыңды жасырып, өздеріңді құрметті орындарға кіргіземіз деген екен Аллах Тағала. Яғни Аллах Тағаланың істеме деген нәрселерді жаңағыда істе деген нәрселерді істеу жаңағыдағы бұл адамдарды, мұсылмандарды құрметті орындарға, құрметті орын дегеніміз ол Алла Тағаланың берген жұмағы, Алланың берген жұмағына апарады екен. Яғни бұл жерде арам тамақты жеу бізге арам болады, адал тамақты жеу бізге яғни парыз болады деп айтсақ болады. Одан жаңағыдағы қашу бізге, арам тамақтан қашу бізге бәршамызға парыз болады. Ал адал тамақты іздеу парыз болады. Қазіргі күндерде мүмкін білесіңдер шығарсыз, әр нәрсе халал деген бір нәрселер пайда болды. Халал стандарт дейді, халал тамақ дейді. Енді шын мәнінде бір зат, бір нәрселе, бір ет, бір мал адал жолмен сойылса, жаңадағы қыбла жаққа қаратылып, құрбан шалған уақытта бисмиллахи Аллаху акбар деп Алланың атымен сойылса, ол әрине адал болады. Ал егер бір хайуан, бір жануар, қой болсын, жылқы болсын, сиыр болсын, бисмиллах Алланың атымен сойылмай, жай бір сол кетсе, ешқандай есім есемей, оның басына, соның етіне артынан халал деген бір нәрсе тіреп қойса, бұл халал деген болмас қағаз, бұл халал деген бір таңба, оның еттің халал болғанын дәлелдемейді. Себебі әу бастан асылында негізінде ол сондай жолмен сойылса егер. Исламдағы ғалымдар харамды екіге бөлеген екен. Харам ли айнихи деген болады, харам ли ғайрихи деген болады. Яғни харам өз-өзінен харам болған, оның жаратылуында, пайда болуында харам болған. Мысалы, ол домыздың еті, арақ секілді нәрселер, олар өзінің пайда болуында, өзінің жаратылысында олар арам. Екінші түр бар, харам ли ғайрихи. Асылында бұл харам емес, бірақ та бір себептермен ол харам болғандар. Мысалы ретінде ұрланған ақша. Ақша негізінде адал. Яғни оны біз қолданамыз, саудада қолданамыз, өміріне қолданамыз. Егер оны бір ұрлап кетсе, оны арман жұмсау арам болады. Мәселен, сол сияқты қойдың етін бізге жеу адал. Бірақ та бір кісі оны жаңадағы иесін ұрлап алып кетіп жейтін болса, бұның еті әрине болған арам болды. Сол сияқты да харам ли айнихи, харам ли ғайрихи деп екіге бөлінеді екен. Енді харамдардың ақын мына жерде біз атап өтейік. Жауарда харам дедік, енді ненің харам болған, қандай нәрсе харам болған өте кетейік. Домыздың еті. Алладан басқаның атымен сойылған мал, өз бетімен өлген хайуан, қан, бұлардың бәрі жеңілбейді екен. Аллах Тағала Құран кәрімде Майда сүресінің 3-ші аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим Хурримат алейкумул майтату ваддама валлахмал хинзир вама ухилля ли гайриллахи бихи. Мен сіздерге өлік, аққан қан, доңыз еті және Алладан басқадасының атымен сойылған малды харам еттім дейді. Бұл қысқа бір аятта Аллах та бізге доңыздың еті, яғни доңыз деген нәрсе,
ол асылында негізінде оның жаңағы фикх бойынша қаны да, өзі де, күллісі де, терісі де, қылысы да, тұяғы да, сілекейі де бәрі арам болады. Сол жаңағы фикх оқыған кезде сол жерде ол бір суға түссе, ол мысалы ретінде құдыққа доңыз түсіп кетсе, ол құдықтың ішін суын жаңағы түгелі шығару керек. Болмаса ол доңыздың ішіне түссе де, тірі шықсын, тірі шықпасын, бәрібір оны түссе де, оның сол жердің құдықтың суын, сол жердің бүкілін тазалап, кейін қолдануға. Бұлай ол суды, ол нәрсені қолдануға болмайды. Доңыздың харамдығы күллі харам. Ол доңыздың терісі болсын, еті болсын, қаншама біз оны жусақ та, тазаласақ та, бәрі ешқашан оны қанша біз тазаласақ, жусақ, пісірсек, қуырсақ, ешқашан оның еті таза болмайды, оның еті әр уақытта харам болады. Одан кейін мәйтәту, өліксе, жаңадағы өлген мал. Уәддәмә, қан дейді. Аққан қан. Хайуанның қаны бізге арам екен. Уәләхмел хинзир, жаңадағы доңыздың еті жаңа айттық. Вәмә ухилля ли ғайриллахи бихи, Алланың атымен сойылған мал. Алланың атының басқа атымен сойған мал. Мысалы, қолдан сойған кезде ешқандай Алланың аты атамай, бір пұт үшін, бір басқа бір нәрсенің өзінен тұталмаған бір нәрсе заттар үшін атымен сойған малдың еті не болады? Бізге арам болады екен. Бірақ та суда өмір сүрген хайуандардың барлығы тек балық болған нелер, бәрі олар адал болады екен. Ал енді біздің өмірімізде, тіршілігімізде бір нәрсе бар. Оның аты жәлләлә дейді, жәлләлә. Жәлләлә деген сөз, мысалы ретінде өзінің үйімізде, әркімнің үйінде, мысалы ауылда болсын, тауық бар, қаз дейміз, үйрек дейміз. Олардың барлықтары мысалы ретінде тамақты таңдамай жей береді. Боқтықтың үстіне жүреді. Оларды бәрін жәлләлә дейді шариғатта, фикхымызда. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Омар да риуаятының хадисінде былай деген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәлләләні жеуге және сүтін ішуге тыйым салды деген. Яғни мысалы ретінде ол тауық болсын, қаз болсын, үйрек болсын, оны алдын ала жеу үшін бірнеше күнге жаңада бір жерге қамап тастап, тордың ішіне қалған кезде тек қана оның астын тазалап, тамағын таза бидай сумен жаңадағы оны қорытындыру керек. Одан кейін бір жұма 10 күннен кейін тек одан кейін оны союға болады. Себебі ол қаз болсын, ол үйрек болсын, ол бұл басқа хайуандар болсын, ол боқтықта жүреді, өзінің боқтығын жейді, болмаса басқа бір хайуанның боқтығын жеп, ішіне жаңадағы нәрсіз заттар кете береді. Сол себептен бұл сондай бір тауықтарды, қаздарды тек қана таза тамақ бергеннен кейін, бірақ кейін союға болады. Бұл хадисті Сунан Абу Дауд және Сунан ат-Тирмизиде риуаятын хадисті. Хайуандардың ішінде жыртқыш хайуандар, тісі болған хайуандар, мысалы, олардың бәрі харам, олардың бәрін етін жеу харам. Мысалы ретінде тісі қайырылыс болған жыртқыш хайуандардың еттерін жеу харам. Себебі олар қан ішеді, қан жейді, сосын олардың еттерін жеу. Ал мысалы киік, жабайы сиыр, құлан сияқты хайуандардың олардың еттері желінеді. Қоянның еті адал. Жабайы құстардың, жыртқыш құстардың тұмыстар болмаса, мысалы көк, кәптер, торғайдың барлық түрлерін тырна және осы тектер олардың еттері желінеді. Мысалы құстардың тұмсықтары қисық болса, мұндай ретінде болса, тырнақ ретінде болса, онда ол желмейді. Бірақ та құстардың ішінде әртүрлі құстар болады, жыртқыш құстар болады. Жыртқыш құстардың тамақта еттері желмейді, бірақ та жыртқыш құстар болмаған, яғни тіс несі болмаған құстар, олардың еттері торғай сияқты, олар еттері желіне береді. Бұлардың бәрі жаңа атаған
жаңадағы нелер, хайуандар болғандар. Енді келесі неміз харам болған нәрселер ішімдік ретінде харам болғандар. Бұлардың ең біріншісі өмірімізде көп кездесетін арақ болады. Ішімдік. Яғни бұл арақты жайында пайғамбар саллаллаху алейхи деген екен, мас қылатын барлық ішімдіктер арам етілген екен. Яғни қандай ішімдік болсын, ол мас қылам адам болсын, ол жаңадағы оның ішінде мысалы дейміз ол арақ емес, не только арақ. Оның ішінде де әртүрлі нелер болады. Мысалы, білмеймін қандай түрлі, әйтеуір әртүрлі бар. Оның ішіне бөлінеді. Пивосы бар, виносы бар. Олардың бәрі қандай бір ішімдік адам баласын арам басын ішімдік мас қылама, олардың бәрі арам болады. Бұл хадисті Бухари және Муслим Мухтасар ах-хадис кітабының 212 бетінде жазылған екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Жәбір ибн Абдуллах риуаятының хадисінде былай деген екен: мас қылатын әр нәрсе арақ, әр мас қылатын харам болады. Кім ол мас қылатын ішетін болса, Аллах тағала оны әлбетте отқа батыруға уәде етті деген. Яғни бұл арақ деген кезде бүкіл жамандықтың кілті дейді кейбір хадистерде. Бұл енді өмірімізде кейбір адамдар арақ ішеді, кейбірлер оны сатады, кейбірлер оны жаңадағы тасиды, немесе оған көмекші болады. Бұлардың барлығына бұл күнә болады, бұл өте қате болады деген. Жаңадағы арақты сату, оны сатқызу, оны тасу, оған көмектесу арамға көмектескен сияқты боламыз екен. Одан кейін арақтан кейін келген нәрсе есірткі болады. Есірткі дегеніміз жаңадағы сол мас қылатын нәрселердің бірі болады. Олар да жоғарыда хадис деген сияқты, ол мас қылса, ол адам баласының ойын, миын басқа кезде шатастырса, онда болса бұл бәрі арам болады екен. Сосын құмар. Құмар деген сөз жаңадағы ортаға ақша қойып ойын ойнау. Ақша қойып ойын ойнау. Бұл жайында Аллах тағала Майда сүресінің 90 аятында деген екен: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ей иман еткен мұсылмандар, бұл жерде Аллах тағала мұсылмандарға айтады екен: әлбетте арақ, құмар, тігілген тастар, бұттар яғни және бал ашатындар шайтанның істерінен одан сақтаныңдар, құтыласыңдар деген екен. Және бұл жерде Аллах тағала құмар ойнауды бізге тыйым салды. Одан қашыңдар дейді, онда ешқандай бір жақсылықты одан күтпеңдер дейді. Ол шайтанның ісі, ол шайтанның тұзағы болады екен деген. Төртінші нәрсе парақорлық. Парақорлық жаңадағы бұлай парақорлық беру, әділетсіздік жасау, және бұл өте шариғатта күнә болады. Одан кейін бір нәрсе бар, күнә ретінде, арам ретінде, ол процент, өсім дейміз. Процент өсім, бұл жаңадағы Құран кәрімде Аллах тағала Бақара сүресінің 275 аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим: «Ва халлаллахул байға ва харрамар риба». Аллах тағала бізге сауданы адал етті, рибаны, яғни өсімді бізге арам етті. Бұл деген сөз, бұл аят мұсылмандарға жеткен болу керек. Себебі бұл жерде сауда бізге жасау мұсылмандарға, адамдарға адал болады, бірақ та байыр, яғни кешіріңіз, рибаны жасау бізге харам болады. Харам деген кезде бұл түсінікті. Бізге оны өсімді процентті ешқашан мұсылмандарға жасау болмайды, бұл бізге харам болады екен. Одан кейін ұрлық және әділетсіздік. Бір нәрсені ұрлау, бір нәрсені біреуді алдау, халықтың арасында әділетсіздік жасау. Бұл жайында Аллах тағала Құран кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим: «Ас-сариқу ва-сариқату фақтау айдияхума жазаан бима касаба накалан миналлахи валлаху азизун хаким». Садақаллаху ал-азим. Ер және әйел ұрының қолдарына жаза, әрі Алладан бір өнеге түрінде қолдарын кесіңдер деген екен. Яғни ұрлықтың бұл жерде Аллах тағаланың қолдарын кесін деген мағынасында ұрлық жасау өте бір үлкен күнә, өте бір шариғатымызда
ондай бір күнәнің ішінде ең маңызды, ең үлкен күнәсінің үлкен болғанын бізге бұл Аллах Тағала баяндап отыр екен. Енді шариғат бойынша, дініміз бойынша ұрлық жасаған адамдардың осылайша оларға жаза қолданатынын біз айтып тұрмыз. Енді адамдар өмірінде жаңадағы бір нәрсенің адал болғанын, бір нәрсенің арам болғанын ажырата білу керек, іздеу керек, сұрау керек. Бір нәрсені алған кезде бұл ет кімнің еті, қалай сойылды? Себебі адам баласының, мұсылман баласының тамағы да адал болу керек, киімі де адал болу керек, сөйлеген сөзді адал болу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Омар радиаллаху анху риуаятының хадисінде бізге былай баяндамақта. Аллах Тағала тазалықсыз намазды және ұрланған ақшадан берген садақаны қабыл етпейді дейді. Яғни тазалық деген сөз дәретсіздік мағынаны білдіреді, және де адамның ішкі құрылысына, жаңағы асқазанына кір, арам нәрсе түсетін болса, о да бұл мағына білдіреді. Намазы да, дұғасы да, және ұрлаған ақшадан берген садақа да қабыл етпейді екен дейді. Және де Аллах Тағала Құран кәрімде Нахл сүресінің 114 аятында «Кулу мимма разағакум халалан тойибан вашкуру ни'маталлахи ин кунтум ияху та'будун». Садақаллахул азим. Сіздер Аллах Тағаланың халал болған, таза болған рызықтан жеңдер дейді. Алланың неғметтеріне шүкір етіңдер дейді. Егер Аллах Тағалаға құлшылық қылған болсаңдар дейді. Яғни Аллах Тағаласы біз сенсек, Алланың берген бізге қаншама халал, адал, таза тамақтардан жеуім керекпіз. Және де ол берген тамақтарымызға Аллах Тағалаға шүкір етіп, Альхамдулиллахи Роббил Аламин деп жаңадағы дұға тілеп Алладан тілеуіміз керекпіз. Құрметті мұсылмандар, бүкіл адамдарға, мұсылмандарға тамақтың адал болғанын іздеу міндет. Себебі Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Кааб ибн Ажур радиаллаху анху риуаятының хадисінде былай деген екен. Бұл хадистің біз уағызын аяқтайық. Күллу лахмин набатат мин харамин аннару аула бихи деген екен. Харамнан өскен әр етке, денеге ең лайықты оған отқа жану деген екен. Яғни адам баласы егер жейтін нәрсесі әр уақытта, әр кезде, әр қашан арам болмаса, сол арам етке адам баласы өссе, бой өссе, онда оған ең лайықты болған жаңадағы отта жану деген екен. Бұл хадисті Термизи Хасан деген екен, және бұл хадис Имам Газали Ихия Улумуддин кітабының 2-ші томының 236-шы бейтінде жазған екен. Құрметті мұсылмандар, баршаларыңызға Аллах Тағала тек қана адал тамақтан нәсіп етсін. Бір-біріңізге дұға тілеңізде Аллах Тағала тамақтарды адал қылып дұға етіңіз. Себебі кейбір дұғалардың ішінде сіздің Аллах Тағала рызықтарыңызды адал қылсын, тамақтарын таза қылсын деп дұғалар өтеді. Осы тамақтың, тағамның, киімдердің адал болғанын өте маңызды, өте ерекше дінімізде орын алады. Осыны құрметті ағайын, құрметті ағаларымыз ұмытпауымыз керекпіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахумма салли аля саййидина Мустафа